жемқорлыққа бармау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді ғой, харам пайдадан өскен ет адамға болып айтқанда жәннатқа кірмейді деп жатыр. Сол үшін құрметті ағайын, әрқашан өзіміздің кәсібімізді адалмен табайық, жемқорлыққа мүлдем бармайық. Оның қараң, пайғамбар ләнет айтып қойды ол жерде. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әл-аз тайпасынан бір кісіні зекет жинауға жібереді. Зекет жинауға барғаннан кейін ол кісі зекет жинап қайтып келеді. Қайтып келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "О Алланың елшісі, мынау сізге, мынау маған" дейді. "Мынау сізге, мынау маған" дейді. Қараңыз да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады да: "Қалай бұл?" дейді да. Сөйтіп жанында сахабаларға айтады: "Алла субханала тағала маған зекет жинауды әмір етті" дейді. "Мен сол жұмысты бір адамға тапсырдым. Жаңағы адам маған келіп тұрып, мынау сізге деп айтып жатыр" дейді. Егер де сол адам сол үйінде, егер де оған ана адамдар сол сыйлықты беретін болса, неге әкесінің үйінде соны күтіп отырмады дейді да. Ол жерге жаңағыдай зекет жинаушы болып, жаңағы лауазымды алғаннан кейін не қылды? Халық оған беріп жатыр дейді да. Ал егер де ол мен қызметте болмағанда оған беретін бе еді дейді? Жоқ дейді да. Қараңыздар құрметті ағайын. Сол үшін құрметті ағайын, мынау бірде Умар ибн Хаттаб, Алла разы болсын, әйелімен бірге қонаққа барады, бір елге. Қонаққа барған кезде жаңағы елдің әйелдері не қылады? Умар ибн Хаттаб, Алла разы болсын, әйеліне көптеген сыйлықтар, алтындар береді ғой. Жолда келе жатып көрмей ме енді? "Ей, пәленше бұны қайдан алдың?" десе, айтады да: мен бұны жаңағы барған жерде әйелдерден алдым. Олар барған кезде мені құрметтеп, қошеметтеп, осының бәрін берді дейді ғой. Сонда Умар ибн Хаттаб айтады да: егер сен халифаның әйелі болмағанда саған беретін бе еді дейді? Бермейтін еді дейді да. Олай болса, мына дүниенің барлығын алда мемлекеттің қазынасына өткізіп не қылады? Барлығын қазына өткізіп береді. Сол үшін құрметті ағайын, әрқашанда Алла тағала бізге мүмкіндік берді ма, қолымызда мүмкіндік бар ма, оны аманат деп түсінейік. Оның ертең сұрауы бар. Оның ертең жауабы бар. Қараңызда. Сол үшін әрқашанда біз мүмкіндік бар кезде ешқашанда жанында жемқорлыққа бармай, құрметті ағайын.